Нөмір 4-ші Құрманбек Сағындықов атындағы орта мектептің 4-ші А сынып оқушысы Оңғарбай Жадыра Имашқызы. Ыбырай Алтынсарин. Ыбырай Алтынсарин атамыз 1841 жылы 26 қазанда қазіргі Қостанай облысы Затабал ауданында дүниеге келген. Анасының аты Айман, ал әкесінің аты Алтынсарин. Ол жай шаруашылықпен айналысқан. Ыбырай Алтынсарин жазушы, педагог, қоғам қайраткері, ұстаз. Ыбырай Алтынсарин, ананың сүйеуі. Кім сендерді балалар, сүйетұғын ана бала. Қуанышыңа қуанып, қайғыңа күйетұғын. Түн ұйқысын төртпелеп кірпік қақпай, шешең байқұс дамылсыз жүретұғын. Кім сендерді балалар тербететін, еркелетіп ойнатып сербететін. Жалқау болсаң балалар, жаман болсаң, қамқорана көз жасын көлдететін. Кім сендерді сағынар, шетке кетсең, ғылым іздеп тез қайтпай, көпке кетсең. Ұмытпай, ең кемінде жұлдыздай, хат жазып төбесі көкке жетсін. Кім сағынар сендерді келгеніңше, құлындарын көзімен көргеніңше. Сендер қайтып келгенде адам болып, еш арманы болмас еді өлгенше.